Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін Индира сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөлісейін деп тұр. Егер сізге қызық болса, бүгінгі біздің тақырып бет күтімі жайлы болады. Кстати, менің каналыма подписка жасап, лайк жасап қойыңыздар, осындай пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмау үшін. Біле білсеңіз, менің каналым шаш күтімі, бет күтіміне арналған қыз келіншектердің күнделікті қоятын сұрақтарының жауабы полный ала аласыздар видео ретінде. Ал егер сіздің маған сұрағыңыз болса, астына комментарий ретінде жазып кетіңіз, мен сізге жауапты видео ретінде түсіретін боламын. Ал әрмен қарай тақырыпқа кірісейік. Бүгінгі бетке арналған маска өте оңай және тез жасалады. Ол маска біздің бетіміздің құрғауын қалпына келтіреді, бетіміздің табиғи жылтырлығын қалпына келтіреді және де ең көп сұранысқа ие біздің кішігірім жаңадан пайда болған әжімдерді ұлғайып кетпеуіне, яғни лифтинг эффект жасап тұруына өте пайдалы. Ол неден жасалған маска десеңіздер, екі ингредиенттен ғана тұрады, оңай және тез. Ол үшін бізге жай ұнтақталған кофе и сухой желатин, яғни құрғақ желатин керек. Осы екеуі біздің бетіміздің ылғалын ұстауға және әжімнен құтылуына көмектеседі. Ал бірге сол масканы жасап көрейік. Ең алдымен бізге ыңғайлы ыдыс қажет болады. 2 қасық ұнтақталған кофе. Кофемізді салып алдық. Дәл солай осы құрғақ желатиннің 2 қасығы жеткілікті. Бірінші қасық, екінші қасық. Осы екеуін араластыруға бізге ыстық су қажет болады. Тоже примерно 2 қасық жеткілікті. Алдын ала ыстық суды қайнатып дайындап алдым. Ыстық суды желатинді еріту үшін қажет болады. Енді осы біздің дайын ингредиентімізді ыстық суға салып, әбден араластырамыз. Бізге желатинді еріту керек. Желатиннің арқасында біздің маскамыз бетке жақсы жабысып, лифтинг эффект жасайды. Кофенің бетке пайдасы өте көп. Бетті ағартады, бетті жылтыратады және құрғақтықтан құтылуға көмектеседі. Егер бетіңіз құрғақ, тоналка жаққан кезде қабыршақтанып тұратын болса, осы крем сізге, осы маска сізге өте пайдасы тиетін болады. Маскамыз біздің дайын болды. Енді осы масканы таза және құрғап кепкен бетке жағу керек. Мен бетімді алдын ала жуып дайындап қойдым, тек қана кірпігім ғана бар. Осылай шашымыз бізге мешать жасамау үшін алып тастаймыз. Және жағуға оңай болу үшін мен осындай кисточкамен пайдаланамын. Бетімізге жағып шығамыз. Біле білсеңіздер, қатты қалың керек емес. Біле білсеңіздер, кофенің шашқа да пайдасы өте көп. Егер сіз кофемен маска жасау сізге ыңғайлы және ұнаса, шашыңызға да жасап тұрыңыз. Ол біріншіден ақ шаштарды кішкене бір тонға бояп, кішкене болсын түсін өзгертетін болады. Және кофе шаштың өсуіне жақсы септігі тиеді. Негізі кофеиннің маскада пайдалануы өте тиімді. Оның көмегі шашқа, бетке шынымен де өте көп.
Маскамызды бетімізге жағып болғаннан кейін жарты сағатқа қалдырамыз. Ол әбден бетте кеуіп, пленка ретінде болу керек. Және де бұл бізге қара дақтан құтылуға да көмектеседі. Яғни сіз пленка ретінде тартқан кезде ол қара дақты да алып шығады. Негізі ыстық күйінде тез жасау керек. Менікі кішкене жүріп қалдым, сол үшін ол уже кішкене кеуіп жатыр. Сіздер жасап болғаннан кейін міндетті түрде сразу бетіңізге жағып бастаңыз ыстық күйінде. Ал енді 15 минут, 20 минут кемінде күтеміз. Уақытыңыз сіздің шектеусіз болса, жарты сағат жүрсеңіз, еще лучше. Ал бізде жарты сағат уақыт өтті, енді пленка ретінде шешеміз. Кішкене ыңғайсыз, неприятно болады, бірақ осылай шешіп алу қажет. Осылай шешу арқылы керек емес қара дақтардан да құтыласыз. Тым жұқа қылып жағатын болсаңыз, шешуіңіз қиын болады. Міне бәрін шешіп алдық. Енді бетіңізді жумайсыз. Сразу сіздің өзіңіздің пайдаланатын ылғалдандырғыш, яғни увлажнитель, сыворотка болса, сыворотка, есеп болмаса, крем жағып қою керек міндетті түрде. Мен өзім Корея ұлтының Атомиді жағамын. Негізі осы Атомидің маған көп уходтары ұнайды. Умывашкасы ұнайды, крем ұнайды, осы сывороткасы ұнайды. Пайдаланып көрсеңіздер де болады. Осыны жағып, енді бетімізді демалдырамыз. Демалыс күндері осылай бетіңізге уход жасап тұрсаңыз, ең болмағанда аптасына бір рет бетіңіз сізге рахмет айтатын болады. Ертең қартайған кезде бетіңіз сондай қатты күтімді сосын требовать етпейді. Қазірден бастап бетіңізді күтіп, уход жасап, бетіңізді нәрлендіріп тұрыңыз. Ең бастысы бетті нәрлеу. Осы нәрлеудің арқасында, бет ылғалдандырудың арқасында біздің бетіміз жақсы, әдемі бір келкі қартаюына көмектесеміз. Сол себепті өзіңіздің бетіңізді жақсы көріп, әрдайым бағып етіп тұрыңыздар. Сау және әдемі болыңыздар менімен бірге.